Сусын беретін адамның шөлі қандырылады. Нақыл сөздер кітабы 11-ші тарау 25-ші аят. Егер мен біреудің қамын ойласам, Тәңір ием менің де қамымды ойлайды. Және маған қалайда болсын міндетті түрде сыйым береді. Егер мен мұқтаждықтағы адамға қайырым көрсетсем, Құдай маған да қайырым көрсетеді. Егер мен кішкентай балаларға көңіл бөлсем, Тәңір ие маған да өз ұлымдай қарайды. Егер мен оның отарын бақсам, ол мені бағады. Егер мен оның бақшасын суарсам, ол менің жанымды жақсы суарылған бақшаға айналдырады. Бұл Тәңір иеміздің уәделері, ал менің міндетім қажетті шарттарды орындап, уәденің жүзеге асуына жағдай туғызу. Мен өз қамымды ойлай беріп, тіпті ауруға да шалдығып қалуым мүмкін. Сондай-ақ сезімге қатты берілгендіктен сенімсіз қалып, әлсіздігімді айтып жылай бергендіктен жылай алмайтын халге дейін жетуім мүмкін. Алайда Тәңірге деген сүйіспеншілікпен төңіректегі адамдарды жинап, солардың қамын ойлау және сол істегендерің үшін қарымтасын күтпеу әлде қайда жақсырақ болмақ. Су құятын ыдысым бос болып бара жатыр. Оны толтыратын жаңбыр жоқ. Бұндай жағдайда не істеуім керек? Су ағып, төңірегімдегі солып бара жатқан өсімдіктерді суару үшін шүмекті ашуым керек емес пе? Сол кезде біз нені көреміз? Бір ғажабы, ыдысымның шүмегі ашық тұрса да, ол одан бетер толған үстіне тола береді. Яғни, қандайда бір жаңа құпия бұлақтың көзі бар. Барлығы тыныш болғанда, бұл бұлақ көзі жабылып тұрған екен. Алайда, басқалардың шөлін қандыру үшін менің жеке су қорым аға бастағаны сол-ақ екен, Тәңір ием мені сол мезетте есіне алды. Оның аты мадақталсын.